Сәлеметсіздер ме? Есіл университеті менеджмент кафедрасының профессоры Оразбаева Күлмана Хайнаның дағдарысқа қарсы басқару пәнінен дәрістер кешенін ұсынады. Бірінші тақырып: кәсіпорындардың дағдарысты жағдайларының мәні және мазмұны. Тақырыптың мақсаты кәсіпорындарда дағдарыстардың туындау себептерін, салдарын және негізгі белгілерін ашып көрсету, дағдарысқа қарсы менеджменттің мәні мен заңдылығын зерттеу. Тақырыпта 2-3 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: дағдарыс ұғымы, дағдарыстың пайда болу себептері. Дағдарыс бұл бизнестің дұрыс таңдалмаған стратегиясының объективті нәтижесі. Дағдарыс мәселенің аса асқынып, ушығып, басқа мәселелерді кері сырып, алдыңғы орынға шығатындай деңгейде көтеру дәрежесі, ал оның жағымсыз салдарының орын толтыруы оңайға түспейді. Дағдарыс қандай да болмасын, құбылыстың деградацияға ұшырап, өмір сүруі мен қызмет етуі мүмкін емес болатын ерекше күйін сипаттайды. Дағдарыстың пайда болу себептерін атап өтейік. Дағдарыстың себебі әртүрлі болуы мүмкін. Олар 5 түрге бөлінеді. Айтайық: объективті, субъективті, табиғи, ішкі және сыртқы. Объективті жаңғырту және қайта құрылымдаудың кезеңдік қажеттіліктерімен байланысты. Субъективті басқарудағы қателіктерді және волонтаризмді бейнелейді. Табиғи ол ауа райының құбылыстарын, жер сілкіністерді және тағы да басқаларды сипаттайды. Келесі ішкі: маркетингтің қатерлі стратегияларымен, ішкі жанжалдармен, өндірістік ұжымдағы жетіспеушіліктермен, басқарудың инновациялық және инвестициялық саясаттың жетілдірмегендігімен байланысты. Соңғы түрі сыртқы, яғни макроэкономикалық дамудың процестермен және стратегиясымен немесе әлемдік экономиканың дамуымен, елдегі саяси жағдайлармен бәсекелестігімен байланысты. Келесі екінші сұрақты талқылайық: дағдарыс белгілері мен табиғаты. Дағдарыс компанияға қатысы бар болжанбаған және аяқ асты болған жағдай. Оның сипаты мен маңыздылығы келесі 3 сипаттарға бөлінеді. Атап өтейік: жұмыстың қалпын немесе бизнесті жүргізуді бұзады. Компанияға бұқаралық құралдардың, ресми тұлғалардың жағымсыз көзқарастарын тартады. Ауқымына байланысты жедел үйлестірілген басқарушы әрекеттерді қажет етеді. Келесі үшін сұрақты талқылайық: дағдарысқа қарсы стратегияны жасақтау. Нарықтық экономика кәсіпорын менеджерлері тек қана дамудың нарықтық стратегиясын ғана емес, өзінің құрамына міндетті түрде интеллектуалдық меншікті және экономикалық дағдарыстан қорғаудың арнайы бағдарламаларын қосатын экономикалық стратегияны жасау керек. Кәсіпорындағы осы қызметке жауапты бөлімшенің дағдарыс ережелерін сақтауды бақылайтын және қорғау жоспарын, құралдарын анықтайтын, бұзу әрекеті мен фактілерін анықтау және нейтралдау жұмыстары бірінші жолға қойылады. Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруда кездесетін қатерлер келесі түрде жіктейді. Субъективті: кәсіпорын немесе оның басшылығының тиімсіз қызметімен байланысты қатерлер. Объективті: кәсіпорынға тәуелсіз жағдайлардан болатын қатерлер. Мысалы, инфляция деңгейі, табиғат апаттары. Ал кәсіпорын экономикалық дағдарысқа қарсы басқару функционалдық тұрғыдан келесі элементтерден тұратынын атап өтейік. Бірінші: техника, технологиялық, интеллектуалды және кадрлық, қаржылық, саяси, құқықтық, ақпараттық. Осы элементтерге толығырақ тоқталып кетеді. Техника, технология элемент. Экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз етуде менеджерлердің кәсіпорындағы технология, құрал-жабдықтар, әлемдік стандарттарға сай келетінін. Келесі: балама өнімдерді шығаратын кәсіпорындарда қандай технология пайдаланатынын, қолданыстағы технологияны ішкі резервтердің көмегімен жақсарту мүмкіндігін талдау және жаңа ғылыми ізденістерді байқау керек. Келесі: интеллектуалдық және кадрлық элемент. Қазіргі экономикалық жағдайларда экономикалық дағдарысқа қарсы басқару деңгейі көп жағдайда мамандардың біліктілігімен анықталады. Сондықтан кәсіпорында жұмыскерлерді іріктеу, оқыту және ынталандыру жүйесі ұйымдастырылған деңгейде болу керек. Келесі: қаржылық элемент. Бұл элемент кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын, меншікті қаржы ресурстарымен қамтамасыз етуімен тығыз байланысты болғандықтан маңызды болып саналады. Қаржылық тұрақтылықты сақтау үшін кәсіпорынның қаржылық экономикалық қызметінде нақты тапсырмаларды жоспарлау және өткізу жолдарын қарастырған жөн. Саяси құқықты элемент. Қорғаудың үрдісін келесі түрде жүргізуге болады: кері әсерлерді анықтау, қорғаудың
қазіргі деңгейін талдау, осы деңгейді жетілдіру бойынша шараларды жоспарлау. Келесі соңғы ақпарат алу. Кез келген ұйым немесе кәсіпорынның құрамында ақпараттарды жинап, оны сақтап, өңдейтін белгілі бір бөлімше болу керек. Осы бөлімшенің мақсаты болып, кәсіпорынға келетін барлық ақпараттарды талдап, ары қарай даму үшін қолдана білу табылады. Тақырыпта өзіндік бақылау сұрақтары қарастырылады және де тақырып бойынша әдебиеттер тізімі қойылған. Назарларыңызға рахмет.